Егер де малыңыздың бруцеллез ауруына шықпағанын қаласаңыз, осы видеоны толықтай қарай кетіңіз. Ассалаумағалейкум. Бүгін көптің сұрауы бойынша бруцеллез ауруына қарсы вакцинация РБ51-ге кішігірім обзор. Өндіруші Испания елі. Негізінде басқа да елдерден шығатын вакцинациялар бар, бірақ та осы РБ51 өзінің әсерін, өзінің пайдасын дәлелдеген. Қазіргі уақытта вет аптекаларда бір басқа егілетін 2 мг доза 1700-1800 теңгеден сатылып жатыр. Ең алдымен малды екпес бұрын толықтай малдың қанын бруцеллезден тексеріп алу қажет. Себебі мал бруцеллез ауруына шалдыққан болса, бұл вакцинация ешқандай да пайдасын тигізе алмайды. Сол себепті де малдың қаны таза болуы міндетті түрде. Сол кезде ғана бұл вакцинация өзінің пайдасын беретін болады. Мүмкіндік келсе, 6 айдан асқан баспақтардан бастап еге берсеңіздер болады. Ескеретін жағдай, туайын деп тұрған сиырды екпеген абзал, өйткені түсік тастауы мүмкін. Бұл реклама емес, тек сіздердің пайдаларыңызға тисе деген ниеттеміз.